бәріңізге қызық болған шығар, мағынасы бар, не зат деп осындай қолға тағатын және осындай гүлі бар. Сізден сұрап жатырған едік. Сеніп қалдыңыз ба деп, сендіңіз бе деп. Расымен де кетемін деп айтып жүрген. Şu алдында сұрады ғой менен таныстыруға дайынсың ба? Біртүрлі болып қалдым, кәдімгідей жылап. Бүкіл нәрсе ішімнен шықпай қалды, ана жерде өксіп болып басталып қалдым. Мен сеніп қалдым я. Иә. Өйткені алдыңғы жолдарда көңіл күйі жоқ дегенде, Фархат екеуміздің көңіл күйіміз бірдей жоқ деп айтқан негізі Мадина. Сендіртетіндей. Солай, бақытты. Көріп тұрмыз, көріп тұрмыз. Мерім. Ан, Құдай жазаңды беріп батыр. Минута осталась, минута. Құлақымай. Андай ойлам оқып қойды. Маған қарап шыныңды айтшы. Сезім бар мойында айтшы. Еще бүйтіп қоятасың. Айгар. Масқара Сабдолеттен Айгүл. Сезімдер бар ма? Интригант. Мерім. Сонымен балаңыз таныстыратын болдыңыз ба? Кіммен? Я ағаларына таныстырып Тентек болам ол. Таныстырмайсың ба не? Не үшін таныстырам? Ағаларың деп айтпайсың ба? Естесін ағаларың. Ойыншыға барып тұрмын. Бала жамын оны. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Үйдің кішкентайым ғой, негізінде ағам әпкем бар ғой. Мені қатты еркелететін да мама. До того мен ұйықтап жатқан жерден үй жинайды ғой енді. Сол кезінде мені қай уақытта ұйықтасам да мен до того ұйқымнан оятпай көтеріп алып барып басқа жаққа қойып ойырып алып жинап ше. До того мынандай қатты еркелеткен енді кезінде, бірақ енді өсе келе мама енді қайтқаннан кейін неше түрлі нәрсені көргеннен кейін андай сразу еркеліктен былай өмір ауысты да сол кезде ойбай деп. Ең қорқынышты сәтім сол болған шығар. А так ең күшті сәтім әрине ағамның қасында кездесті. Айдана, мен бүгін андай сұрақ қойып жатырмын. Өзіңіздің өміріңіздегі қайта басыңыздан өткергіңіз келетін сәт. Қайта басыңыздан өткергіңіз келетін сәт. Ыстық жолға дейміз ғой. Мысалы маған қайта мүмкіндік берсе, атамның аяғын басып тұрған сәтті қайта басымнан өткергім келетін еді. Ең бақытты сәттер білмеймін даже. Мүмкін ойлаймын студент кездердегі сәттерді қайтадан мысалы колледждегі өнерде оқып жүрген кездегі осындай моменттерді білетін бе деп ойлаймын. Ал бір нақты бір есте қалған бақытты сәтімді есімде жоқ та айтпасым. Нұрайдың айтуы бойынша мен ұрысқа көсемем екен, құрметті оқырман. Қашан мен сізге ұрыстым, Нұрай? Күнде ұрысады маған. Мәссаған. Жанын шығаратын қыз екен нағыз, а? Нұрай, сіздің басыңыздан қайта өткергіңіз келетін сәтіңіз? Қайта оралғыңыз келетін бір бақытты кезіңіз, жылы кезіңіз өзіңізге. Сол кезге қайта барсам ғой дейтін. Қазір кезінде шүкір негізі, бірақ андай қатты аңсап сағынатын кездер жоқ шығар. Мүмкін кішкентай кезіңіздегі бір есіңізде қалған бір бақытты болған сәтіңіз. Білмеймін, ешқандай күнге оралмас едім. Бірақ бір жыл бұрынғы кезіме сәл оралғым келеді негізі. Сол кездерде сәл енді бақытты едім. Сол кезде кім болды жаныңыз? Адамды жақсы көретін едім деген нәрсеға, ал қазір уже адамды жақсы көре алмаймын да ше. Қиын да қазір. Ақерке, өзіңіздің өміріңіздегі есте қалған ең күшті жылы сәт. Осы сәтті қайта, сол сәтке қайта барғым келеді, сол сәтте қайта өмір сүргім келеді дейтін. Мысалы, дастархан басында бәріміздің отбасымызбен тамақ ішіп отқан сәтіміз деген сияқты бір сәт.
көп негізі ондай моменттер. Андай ғой, бір қуантарлығы ол моменттерді қайталай беруге болады. Ол моменттерде бүкіл адам бар да айналаңда. Сол отбасыма байланысты сәттер шығар. Отбасыма енді біз жаңа жылдарда болады, бәріміз бірге жиналып отыратын сол моменттер қайтаруға болады, бірақ бар тағы да басқа моменттер, которые тоже хотелось бы. Қай момент? Жігітпен жүріп жүрген кезің? Жоқ, Енді басқа айта алмаймын деймін, еще ол жоқ дегенге. Сол адамды сағынып отыр ма деп. жоқ, білмеймін не үшін. Заринаның көңіл күйі қалай екен? Жақсы, шүкір. Бәрі дұрыс па? Иә. Біздің Зарина еркелесе жылап жүреді тастар көрдіңіздер ғой кеше. Тиіспеу керек ешкім. Еркелесе солай жылап жүретіні бар енді. Кешіріп қойыңыздар, иә? Ренжіп жатыр ма не? Ренжіп деп. Жоқ, енді жазбаңыздар деп жатқаным ғой, анау деп. Не еді, өміріңіздегі қайта басыңыздан өткергіңіз келетін сәт, шақ, қайта өмір сүргіңіз келетін сол кезге барып. Наверное, балалық шағым. Папам, мамам бар кездер, енді папам тірі кездер, сол кездер мен үшін красочный болып есімде қалған ше. Түнді түсті болып балалық шағымында толыққанды болып солай есімде қалды. Жарық болып есімде. Сол кездерге барады. Сол әкеңіз, анаңыз, бәріңіз бірге кезге барғыңыз келеді. Мен бүгін андай сұрақ қойып жатырмын. Бастарыңыздан өткергілеріңіз келетін ең ыстық жылы сәт. Қайта сол кезге барсам ғой дейтін сияқты. Бұрынғыдан ба? Иә, мысалы мен ата әжем бар кезге барғым келеді қайта мүмкіндік болса. Сен айта бер. Мен сол Кореяға бару деп қоймайды, Кореяны айтып. Сол кезде болғансыз ба негізі? Иә, Сол кезге демек Кореяда жүрген кезіңізге қайта барғыңыз келеді. Пусанға барған кезіміз сол жерге барғым келеді, қайтадан. Мен үшін Дубайға, Таиландқа бардым ғой, соған барғым келеді. Енді жалғыз емес бірге. Енді осыдан кейін қалай енді ашуланбайсың? Өзі айтады десе, неге бәрін көзі ұрсасың дейді маған. Қалай ұрыспайсың, мейірім айтыңызшы. Көрінді ме? Ұрысқа обижет, тиран бұл. Не үшін ашуланып отқан? Күнде айырады деді. Шаршап кеттім. Помогите мне, пожалуйста. Жаңағы сұрақты жауапты қабылдай береміз ба?